Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бұл видеода сіздер көктамырға дәрі енгізу туралы ақпараттар көре аласыздар. Көктамырға инъекцияны жасау алгоритмі. Мақсаты емдік дәрілік ерітіндіні қанға ағым екпінімен енгізу. Қолдану көрсетілімдері, дәрігердің тағайындауы. Қарсы көрсетілімдері: дәрілік затқа аллергиялық реакция, болжаған инъекция жасайтын жердің терісінің және тері сел майының зақымдануы, тесетін көк тамырдың қабынуы флебит. Енгізілетін жері: шынтақ бөгіндісі, білектің қолдың беткейлік, аяқтың сыртқы беткейлік, бастың беткейлік веналары. Асқынулар: гематома, қан, ісік, некроз, өлектену, флебит, көк тамырдың қабынуы, тромбофлебит, көк тамырдың тромбозы және қабынуы, дәрілік затты қатер енгізу, дәрілік және обалы эмболия, қан тамырдың эмболиямен тығындануы, сепсис, микробтардың қанға тарап кетуі, адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышы, гепатит, бауырдың қабынуы, аллергиялық реакциялар, анафилактикалық шок. Дайындаңыз: залалсыздандырылған бір рет қолданылатын 10-20 мл шприцті, иненің ұзындығы 4 мм. Латокты, салфеткаларды, мақта шариктерін, 70% этил спиртін, ампуладағы дәрілік ерітіндіні, резеңке қолғапты, клемкалы валикті, резеңке бұрауды, залалсыздандыру ерітіндісіндегі пинцетті, шоққа қарсы арналған жиынтықты, қауіпсіз жоюға арналған контейнерлерді. Іс-әрекет алгоритмі. Бірінші, науқасқа ем-шара мақсаты мен барысын түсіндіріп, оның келісімін алып, дәрілік ерітінді туралы қажетті мәліметтерді беріңіз. Екінші, қолыңызды гигиеналық деңгейде тазартыңыз, спирттелген мақта шариктермен өңдеңіз, бетперде мен қолғапты киіңіз. Үшінші, орауды ашып, шприцті құрастырыңыз. Төртінші, ампуланы ашар алдында ондағы дәрілік ерітіндінің атын, дозасын, қоюлығын, сақталу мерзімін оқыңыз. Сыртқы түрін қараңыз. Бесінші, ампуладан дәрілік ерітіндіні сорып алыңыз. Алтыншы, дәрілік ерітіндіні сорып алуға арналған инені алып, контейнерге салыңыз. Жетінші, көктамырға инъекция жасауға арналған инені кигізіп, инеден қалпақты алмай тұрып, ауасын шығарыңыз. Шприцті бір рет қолданатын шприцтің орауының ішкі бетіне салыңыз. Тоғызыншы, науқасын отырғызып, немесе кушеткаға жатқызыңыз. Оныншы, науқасын шынтақ астына пленкалы валикті жастықшаны орналастырыңыз. Шынтақ буынында қолды максималды жазылу үшін. 11-ші, резеңке бұрауды иықтың ортаңғы 3/1 бөлігінен салфетканың немесе іш киімнің үстінен байлаңыз. 12-ші, бұрауды былай байлаңыз. Оның бос ұштары жоғарыға бағытталған болады, ал ілгері төмен. Кәрі жілік артериясында тамыр соғу өзгермеу керек. 13-ші, науқасын жұдырығын бірнеше рет қысуын және ашуын сұрап, сосын оның қысуын қанды көк тамырға қарай айдауы үшін сұраңыз. 14-ші, науқастың білегін қол ұшын шынтақ бөгіндісіне қарай бағыттап уқалаңыз. Қолдың ұшымен сәл ғана шапалақпен шынтақ шұңқырын аймағын ұрыңыз, көк тамырдың толуын күшейту үшін. 15-ші, көк тамырды зерттеңіз. Қолмен сипалап ең көп толған көк тамырды табыңыз. 16-шы, шынтақтың бүгілген жерінің ішкі бетінің терісін спирттелген мақта шаригімен 2 рет тазалаңыз. Мақта шариктерін контейнерге тастаңыз. 3-ші, мақта шаригін сол қолдың 4-ші және 5-ші саусақтар арасында салыңыз. 17-ші, оң қолға шприцті алып, 2 саусақпен иненің канюлясынан ұстап, 5-ші саусақ шприцтің поршынінде, 3-ші, 4-ші, 1-ші саусақтармен цилиндрді ұстаңыз. 18-ші, шприцте ауаның жоқтығын тексеріңіз. 19-ші, сол қолдың үлкен саусағымен шынтақты бүгілген жері аймағын терісін біраз қозғалтып, шетіне қарай тартыңыз. Көк тамырды бекітуге және қолдағы шприцтің қалпын ауыстырмай отыра, иненің қиығын жоғары қаратып, көк тамырға қатарластыра ұстап, көк тамырды тесіңіз. Сосын абайлап иненің 3/1 ұзындығын көк тамырға енгізіңіз, қуысқа түскенін сезгенше. 20-шы,
Поршынды өзіңізге қарай тартқанда шприцте қан көріну керек. Иненің көк тамырда екеніне көзіңізді жеткізіңіз. 21. Сол қолымен бұраудың бір бос шетін тартып шешіңіз. Науқастың жұдырықты ашуын сұраңыз. 22. Ине көк тамырда екеніне қайтадан көзіңізді жеткізіңіз. 23. Шприцтің қалпын өзгертпей отыра, сол қолдың бірінші саусағымен поршынды басып, жаймен дәрілік ертіндіні көк тамырға енгізіңіз. Шприцтің поршынын апармай. 24. Залалсыздандырылған спирттелген мақта шаригін тесілген жерге басыңыз, инені шығарыңыз. 25. Тесілген жерді спирттелген мақта шаригімен 3-5 минуттай басып, науқасты шынтақ бөгіндісінен қолын бөгін сұраңыз. 26. Мақта шаригін контейнерге салыңыз. 27. Шприцті инесімен қолғапты арнайы контейнерлерге салыңыз. 28. Қолыңызды жуып құрғатыңыз.